Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Қазақ халқы бәле жала кезінде үй шығару үшін 7 нан пісірген. Бүгін біз 7 санына байланысты ұғымдармен танысамыз. 7 ата. Арғы 7-ші атадан бері қарай тараған аталар өзіне шейін бір атаның балалары болып саналады. Тек ата, түп ата, баба, арғы ата, әке, бала. Ал әкеден бастау алып, баладан төмен қарай туғандар ұрпақ деп саналады. 7 ұрпақ: бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туа жат және жүре жат. 7 қазына: ер жігіт, сұлу әйел, ақыл білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық және құмай тазы. 7 жетекші: адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, жолаушысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, сынаушысы халық. 7 санына байланысты пайда болған ұғымдар өте көп. Соның бірі 7 жоқ. Жерде өлшеуіш жоқ, аспанда тіреуіш жоқ, таста тамыр жоқ, тасбақада талақ жоқ, аллада бауыр жоқ, аққуда сүт жоқ және жылқыда өт жоқ. Ата-бабаларымыз 7 санын қастерлеп, бір қатар таным түсінігі мен салт дәстүріне арқау етіп келеді. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.